Дүние жаратылғаннан бергі ең ауыр сынақ бұл Мәсіх Дәжжалдың сынағы дейді. Жер бетінде ондай сынақ болған емес, болмайды да дейді. Сондай Дәжжал деген бұл өтірікші деген, кәззап деген, қазақшаға аударғанда. Айтатынның бәрі өтірік, істейтіннің бәрі өтірік, бірақ Алла оған тек қана мүмкіншіліктерді берген ең ауыр сынақ қылып дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: дүние жаратылғаннан бергі ең ауыр сынақ бұл Мәсіх Дәжжалдың сынағы дейді. Жер бетінде ондай сынақ болған емес, болмайды да дейді. Көрдіңіз бе? Ең ауыр сынақ бұл Дәжжалдың сынағы екен. Біреулер ойлайды екен, ол қашан, Дәжжал келген кезде мен бармын, жоқ. Жоқ. Егер де біреу басталып кетсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, бір қияметтің белгісі басталып кетсе, үзілген моншақ сияқты пытырлап кетеді дейді барлығы. Бірінен соң бір адам бүкіл қияметтің үлкен белгісін көріп шығуы мүмкін бір өзі. Сол моншақ сияқты пытырлап бірден соң бірі кетіп қалады дейді. Демек, мына біздің қазіргі болып жатқан сынақтар бар ғой, біз әшейін сынақтарда екенбіз да. Ол келген кезде анау адамдарды жұтып алып кетеді дейді ғой, жұтып. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, оның жанына келген адам екі нәрсені көреді дейді. Бір қолында су, бір қолында оты болады дейді. Егер де кездесіп қалып жатсаңдар, негізі кездеспеңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Барынша қашып кетіңдер дейді. Көрдіңіз бе? Бірақ та кездесіп қалып жатсаңдар, суына емес, отына бар да көзіңді жұм деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ адамдар соны біліп тұрып, ана суының көркемдігі адамды баурап кетеді де, отқа барам деп тұрған адам суға қарай кетіп қалады дейді. Көрдіңіз бе? Мен имандымын, мен ғалыммын, мен тақуамын дегендердің алдарына шықпаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мүлдем алдына шығуға болмайды, ананың бар ғой. Алдына шығып, өз имандарыңа өздерің күмәнданып қаласыңдар дейді. Бұның бәрі хадисте келген. Ғалымдар, үлкен тақуалар оның алдына барғанда солай иланып қалып жатқан болса, біз құсаған қатардағы жауынгерлерге Раббымыздың рахым болсын. Алланың амандығы болмаса бар ғой, алып кетеді. Көп ғалымдар айтқан, әсіресе әйел кісілерді байлап болса да ұстап қалыңдар деген. Үйлеріңде байлап болса да ұстап қалыңдар. Өйткені олар естіген нәрсесіне иман келтіріп кете береді дейді. Ойбай, анау бір не келіпті? Жаңбыр жаудырады екен, шарбағыңнан андай нелер шығарады екен десе, қойш деп, сояққа барып анаған иман келтіріп кетуіне әбден мүмкін екен. Сондықтан оны байласа да ұстап қал деген сөзі, отбасыңды тозақтан сақтап қал деген сөз екен. Көрдіңіз ба? Енді бұл өте ауыр, Дәжжалдың несі үлкен тақырып қой негізі, Мәсіх Дәжжалдың тақырыбы. Онымен кездескен сахаба туралы да айтылады тарихта.